Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Добрый день, дорогие друзья. Бүгін біз өзімнің әріптесім екеуміз Отбасы банк және банк центр кредит арқылы 50-50 бағдарламасымен қалай үй алған тиімді екенін талқылайтын боламыз. Смотрите, друзья, Отбасы банк самая выгодная программа на сегодняшний день. 50% нужно положить на счет на 6 месяцев и потом уже оформлять ипотеку. Ну, мен олай ойламаймын. Почему? Потому что ешқандай күтусіз, ешқандай очередсіз, ешқандай пропискасыз, атыңызда үй бар жоқ, қызық емес, можно сразу же через БЦК банк оформляться. 50% қолыңызда бар ма? Екі вариант бар. Ол біріншісі закладная ипотека, ипотека плюс, және екіншісі стандартная ипотека. Закладная ипотекада 10%, Отбасы банктан бір ғана пайызға жоғары. Отбасында 9%. Енді қараңыздар. Екіншісі ол 21,8. 10% общий 30 миллион квартираның суммасына қосылады. Ал 21,8 тек қана 50%-на. Қараңыз, Отбасы банкта тек қана 18 ай полный сумма санайды. 8,5%. 18 айдан кейін тек қана сумма займа 15 миллионға дейін санайды. Сонымен платеж сізде болады 431 мың, сосын 204 мың болып қалады 1,5 жылдан кейін. Енді қараңыздар, мына жерде 6 ай күтесің. Одан кейін барып опының көбейгенін күтесің. 6 айда сенде опы 16 болмайды. Опы 5 болады. Енді қараңыздар, 50% алғаш жағына қолыңызда болса, сіз соны өзіңіздің депозит счетыңызға сақ қойып, бір күннен кейін сразу оформить етсеңіз болады. Ал екінші моментте, получается, оны сіз үй сатушысына, яғни продавецке алып барып бересіз, договор соглашения задатки жасайсыздар, договор купли-продажа жасап, сразу оформить ете берсеңіздер болады. Бірінші жағдайда общий сумма қосылса 322 мың теңгеден төлейсіз, ай сайын болса, екіншісі 283 мың 599 теңге төлейсіз. Енді қараңыздар, ешқандай очередсіз, ешқандай опысыз, ешқандай депозитсіз. 204 мың ба? 283 мың. Ал заман кредитный история туралы айтсайшы. Осы жерде. Кредитный история соңғы 3 жылдыққа маңызды. Мына жақта 6 ай ғана қарайды. Енді бұл жерде үлкен преимущество сенде болып тұр Отбасы банкта, иә. Бірақ бір несі бар. Мына жақта тек қана подтверждение доходамен өтуге болады. Или 3 жыл күтіп, без подтверждения өтсем болады. Здесь мой выход. Без подтверждения дохода. Оформляем за 1 день. А вы как думаете, друзья, что выгоднее? Пишите в комментариях.